Армысыздар, құрметті көрермендер. Жақында ғана болған Қостанайдағы өрт кезіндегі жағдайлар бұл бейнеде, ал жаңа видео тарады желіде. Қару-жарақ дүкеніндегі жарылыс сәттері бейнеде көрсетілген. Қазіргі таңда Қостанайда жағдай қалыпты, дегенмен халықтың үйінен айырылғаны жөнінде бірнеше ақпараттар желіде есуде. Бұған байланысты президент өз пікірін білдірген болатын. Сендерге одан да әдемі жаңа үйлер салып береміз деген сенім білдірді. Ендеше соңына дейін көріңіздер толығырақ қалай басталғандығын.